Құрметті оқырмандар, бүгін 2025 жылдың 11 желтоқсаны. Осыдан 3 жыл бұрын біз 500 мың теңгемен декретке шыққан ақшаға бизнес бастаған болатынбыз. Қазіргі 3 жылдық отчетты жасап отырмын. Бір апта болды, отчетым әлі біткен жоқ. 1X'ке, Excel'ге барын салып жатырмын. Бұл алдағы уақытта керемет бір жетістікке жеткен кезде осы видеоның бірінші рет салған күнін, датасын қарау үшін, естелік үшін салып отырмын. Және де қараңыздар, мен сол бірінші осыдан 3 жыл бұрын бизнес бастаған кезде онлайн заказ деген болмайтын. Тек қана тұтынушылар келетін. Бір күндік саудамыз, бір күнде бір ғана слюнявчик сатқан күндер болатын. 450 теңге. Сосын уборныйға баратымыз, 50 теңге. Обедтің бағасы 800 теңге. Күйеуім екеуміз жартысын бөліп ішетінбіз. Сонда минусқа кеткен күндер болды. Даже сауда болмайтын күндерде болған. Сосын мен өзім барлығын жаңадан бастайтын кезде алдын ала декретте отырып, өзім научный жағына, ғылыми жағынан өзім қызметте болғандықтан бірінші сауданы зерттей бастадым, оқып бастадым. Российский мықты деген бизнес курстарын алып, қалай оформление жасау керек, қалай осында бизнес WhatsApp құру керек, және Instagram қалай оформление жасау керек, барлығын өзім оқыдым. Және де таргеттің барлығын тоже оқып алып, барлығын жібердім. Бір күнде рекламаға біріншіде 5 мың теңге, 2 мың теңге, 10 мың теңге, солай өсіп, бір күнде 150 мың теңгеге дейін рекламаға бергенде күндер болды. Енді сол кезде армандайтын, таңда тұрған кезде, ұйқыдан тұрған кезде, бір WhatsApp-ны ашқан кезде көптеген смс-тер тоқтаусыз тың деп смс-тер келсе екен деп тілейтінмін. Сонда күніне бір заказ, 2 заказ ғана түсетін. Ал қазір міне Аллаға шүкір, бір күнде 50-60 адам орта есеппен жазып жатыр. Бір емес, 2-3 бизнес WhatsApp-пен қыздар тапсырысты қабылдап жатыр. Бірақ біз ішпей жемей, осындай қарапайым, әлде міне қарапайым үйдеміз. Бүгін мысалы суымыз өшіп қалды, су да болмай қалды, қолды кірді, қолмен жуып жатырмын. Ішпей жемей, артық ешқайда